Кунжутпен өте дәмді, жұмсақ, үлпілдеген, ерекше бауырсақтар жасайтын боламыз. Рецептіні сақтап алыңыз. Жылы суға қантты ашытқыны салып, жақсылап араластырып, апарамыз. Көтерілгенше 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. 10 минутта осылай көпіршиді. Жылы сүтке апарамызды қосамыз, тозды қосамыз, ертілген сары майды және де 2 ас қасық майонезді қосып, жақсылап араластырып, ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ең соңында сұйық майды құйып, кішкене илеп жіберіп, қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше 1 сағатқа қалдырамыз. Енді кезекте кунжутты құрғақ табаға салып, осылай қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Егер де ерінсеңіздер, қуырмаяқта пайдалана берсеңіздер болады. Қамырымыз керемет деп көтерілді. Енді осы қамырды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп, алдымен әрбір золаны осылай алдымен суға батырып, одан соң кунжутке осылай батырып, қамырдың астына кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жаятын боламыз. Егер де қамырдың беті жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жазсаңыздар болады. Өзіңізге ұнайтын дөңгелек немесе қиғашынан көлемінде бауырсақтарымызды кесіп алып, қызып тұрған майға салып, қызартып пісіріп аламыз. Ас болсын, өте дәмді болып шығады. Достар, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде парақшаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Анаргүл Мұхтарқызы.